Assalamualaikum. Тұрақты менің көрермендерім. Мына сиырды алып бағамыз. Бүгін туайын деп бошалап жатыр екен, міне. Толға қысып жатыр. Бірер сәттен кейін туады бұйырса. Сиыр да міне аман есен туып алды. Қоңыр төбе бұзау. Жамбас жағында дағы бар екен. Шаруаның бір жылдық өнімі міне. Бұйырса дүниеге келді. Бағаннан бері түсіргем жоқпын. Қағанағын жарған. Соның арасында бір 10 минутта туды. Сиыр еттірек болса туынына қиналмайды. Сосын сиырыңыз етті болатын болса, бұзауда кішірек болады. Сосын толғағы жеңіл, жақсы туылады. Сиыр кішкене есін жинап алу үшін жатыр. Қазір тұрады. Сиыр да тұрды. Енді жалап жатыр. Бұзау. Райы жылы болып тұр. Далада туылды. -4 градус. Бұзау міне ауызданып, еміп жатыр. Өзі тірлігін көріп аяқтанды. Бәрі дұрыс. Бұзауға негізі туыласағаннан кейін асығып емізем десең, бұзау ембей қояды да қырсығып. Сосын ұстап емізетін болсаң, соған үйреніп алады. Сол үшін бұзауға жоламай қою керек негізі. Енді бұзауыңыз тоңып, жаурақ болатын болса, ол кезде солай жасасаңыз болады. Ал енді өзі туып, өзі аяқтанып, өзі емгеніне жетпейді. Негізі солай дұрыс. Бұзау еміп болды. Сиырдың шөбін сақ қойдық. Сиыр шөбі жеп жатыр. Бұзау мына таншаның қасында жүр. Қарны тойып, кішкене ойнақтайын деп жүр, күнге қыздырынып. Видеоны көріп, пікір қалдырып, каналға жазылып кетіңіздер. Ауыл шаруашылығын дамытайық, бірге байық. Әр қазақ бай болсын. Келесі видеода кезіккенше қош сау болыңыздар.